Сонымен біз бүгін Meetup Inventor'да калькулятор жобасын жасаймыз. Ол үшін сайтқа, платформаға кіріп аламыз. Одан кейін өзімізге ыңғайлы тілді таңдаймыз. Енді мына жерден начать новый проект командасын басамыз. Жобаның атын, проектінің атын латын әріптерімен жасаймыз. Калькулятор 2 деп ат қойдым. Енді қазір ашамыз осыны. Жұмыс алаңы ашылды. Мінекей телефонның экраны тәріздес жұмыс алаңы ашылды. Енді біз бұл жерге бізге қажетті батырмаларды әкелеміз. Ол үшін бізге текст 1 керек. Содан кейін текст 2 керек. Бұл текст 1-міз бірінші енгізілетін сан, одан кейін екінші енгізілетін сан текст 2-ге. Бұлардың біз свойства батырмасынан белгілеген, мына батырманы белгілеген кезде мына жақта компоненттің сол батырманың ерекшелігі көрінеді, және үшінші қасиеттер терезесінде біз осы жерден наполнить родительский дегенді аламыз ширинасына. Немесе мына жерден 100% дегенді көрсетеміз. Текст 2-ге де дәл солай жасаймыз. Енді бізге 4 амал керек. 4 амалымыз жаңа қосу, көбейту, алу. Ол үшін біз аламыз да бірінші расположениесін жасаймыз. Ол командалардың тұратын расположениесін горизонтальный расположение деп алайық. Енді бізге кнопка 1 керек, кнопка 2 керек, ішіне кіргіземіз. Кнопка 3 керек, содан кейін кнопка 4 керек. Біз бұл жерден қарасақ, компоненті деген жерде кнопка 1, кнопка 2, мына екеуінің орнына ауысып кетті, бірақ қазір біз оны жөндей аламыз. Кнопка 1-ді белгілейміз. Дәл жаңағыдей наполнить родительский дегенді алайықта. Және кнопка, текстілі кнопка деген жерге қосу таңбасын жазамыз. Кнопка 2-ге алу таңбасын, және мына жерден наполнить родительский аламыз. Текст 3-ті жылжытып әкелеміз. Текст 3-ті аламыз да, оған біз көбейту таңбасын береміз, және ширинасына наполнить родительский аламыз. Кнопка 4-ге дәл солай наполнить родительский, және бөлу таңбасын қоямыз. Енді мынау осы бір бұрышта қалып қалды, сондықтан біз компонентіға кіремізде горизонтальный расположение деген таңдап, осы жерден 100% деп, немесе наполнить родительский деген команданы таңдаймыз. Енді бізге надпис керек, бұл тең болатысын шығару үшін. Тең болатысын шығару үшін надписті аламыз, және ол жерді біз дәл солай 100% деп толтырып алайық. Текстілі надписи деген жерді біз алып тастаймыз. Одан кейін түсінікті болу үшін керек жоқ 1 деген сан. Мына жерден размер шрифті 14-де 14 болып тұра берсін, және цвет фона таңдауымызға болады. Надпис берген. Енді не істейміз? Тағы бір надпис 2 әкеліп, оған орындаған кім? Орындаған. Мысалы, өз атымызды жазып қоюымызға әбден болады. Бұны да осылай қойып, ортасына немесе оң жақтан деп туралауымызға болады.
Енді біз программалауға көшейік. Программалауға көшу үшін біз блоки бөлігіне өтеміз. Енді бізге не істеу керек? Мына кнопка 1 дегенді аламыз. Себебі біз жаңа қосу таңбасын орындаған кезде кнопка 1 қосу таңбасында тұр. Кнопка 2-де алу болады, кнопка 3-де көбейту болады, кнопка 4-де бөлу болады. Яғни сол таңбаларға басқан кезде қандай іс-әрекет орындалу керек. Енді және надпис 1-ді таңдаймыз. Осы жерде надпис 1, присвоить надпис 1 текст дегенді аламыз. Да, оны бұнда кіргіземіз. Бұны копировать етіп бұнда да қоямыз, копировать етіп бұнда да қоямыз, копировать етіп 4-ші батырмаға да қоямыз. Енді не істейміз? Біз математикалық блокқа өтеміз. Және бұл жерден біз қосу таңбасын әкелеміз. Математик блоктан алу таңбасын әкелеміз. Математикалық блоктан көбейтуді әкелейік. Одан кейін бөлуді әкелеміз. Біз әзірше 4 амалмен жұмыс істейтіндіктен осы 4 батырманы әкелдік. Енді мына орындарға не жазамыз? Яғни текст 1, мына қарасақ, текст 1-дегі сан мен текст 2-дегі санды не істейді бұл жерде? Қосады. Сол үшін енді біз мына текст 1 батырмасын басамыз да, осы жерден текст 1.text дегенді тауып аламыз. Міне тұр. Текст 1. Ой, корзинаға лақты. Удалить деді салайық. Қайтадан кірейік. Текст 1.text мынау міне бізге керегі. Бұның да 4 копиясын жасап алсақ болады. Енді бұларды міне қосуға қойдық. Текст 1-дің азайтудың 1-ші бөлігіне қойдық, көбейтіндіге қойдық және бөлуге қойдық. Енді біз текст 2-ні аламыз да, текст 2-ден дәл солай текст 2.text деген тауып аламыз. Міне. Бұның да копиясын алып алайық. Енді бұны біз 2-ші бөліктеріне қойып шығамыз. Сонымен біздің программамыз болды. Енді біз не істейміз? Енді біз программаны сақтаймыз. Ол үшін мына построить командасына барамыз да, 2 түрлі тәсіл арқылы сақтаймыз. Қайсымен сақтасақ та 100%-ға жеткенін күтеміз. Одан кейін телефонға көшіріп аламыз. Мына біріншісінде QR кодтың несі шығады, сол арқылы телефонмен сканерлап бірден көшіріп аламыз. Ал екіншісінде бұл 100% сақталғаннан кейін компьютерге барып түседі. Сол жерден біз USB кабелі арқылы телефонға көшіріп аламыз. Содан кейін телефонға орнатып жұмысымызды тексереміз. Қазір 100%-ға жетсін. Так, біздің қосымшамыз 100%-ға жетіп компьютерге сақталып жатыр. Соны қазір телефонымызға көшіреміз. Так. Мінекей мына калькулятор 2 деген қосымшамыз аламыз да. Біз телефонымызға көшіреміз. Осының ішіне көшірейік. Түсті. Енді қазір телефонға орнатып, сол жерден тестілеуді көрсетемін. Енді біз жаңағы программамызды
тазалау деген кнопкасын қосқаннан кейін қайтадан сақтадық. Енді ашып көрейік. Бұл бізде калькулятор 2. Установить деп орнатамыз. Все равно установить дегенге басамыз. Орнатылды. Не отправлять дей салайық. Готово. Енді тексереміз. Мысалы, мына жерде тақтық. Қосамыз, азайтамыз, көбейтеміз, бөлеміз, тазалаймыз. Тазалады. Тағы басқа есеп жазуға болады. Мысалы, 2 қосамыз 8, аламын 4, көбейтемін 12, бөлемін 3, тазалау. Немесе бір амалдан орындап бірден тазалап отыруға болады. Так, сонымен калькулятор жобасы аяқталды. Осылайша біз қарапайым калькулятор жасай алдық. Мына жерде осындай кнопкаларды қосу арқылы цифрлар панелін жасап, және басқа да қосымша амалдар орындайтындай етіп қосуымызға болады. Оны өз қиялдарыңызбен ары қарай жалғастыруларыңызға болады.